Кстати говоря, он даже зарабатывает поинты. Ой-ой-ой, New Legends просто взрывают 3 игроков. Ноунейм Шикарин пошел поднимать, но... Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Әділ. Бүгінгі видеода мен Pro Ligaның 2-ші сезонына жаңадан өткен қазақ командасы New Legends командасына сіздердің қызықты сұрақтарыңызды бүгін қоятын болам. Яғни бізде New Legends командасымен сұхбат болатын болады. Ал сіздер лайк басып каналға тіркеліп отырыңыздар. Ал біздер кеттік сұхбатқа. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Әділ және де New Legends командасының ойыншылары. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум достар. Ассалаумағалейкум достар. Достар, бүгін біздер New Legends командасынан сұхбат алатын боламыз. Ал ендеше кеттік. Так, Джиги, сендерге бірінші сұрақ, команда туралы ақпарат, қашан құрылдыңдар, қалай жиналдыңдар, осы туралы айтып өтсеңдер. Қалай құрылғанда Муслим дейтін бала болды, яғни капитан, сол жинады барлығын. Басында біз фейз болдық, команда болдық. И потом Өздерінің балдары. лига жақындап кетқасын. Бір бізге не керек болды, координатор. И Экс пен Мела аралас жүр. И Экс составқа тартады. И солай Құрылдыңдар. құрылдық. Оның алтын чисто кюздердің балдары болып, өзіміз фейз деген составымыз болады. Турик барып. Солай турнир ойнап жүрдік. Сосын Экспен танысқалы, сосын Экста состав жоқ екен, Pro Liga қатысамыз деді, Экспен жақсы араласып кеттік, Экста жеңді. Сосын составқа тарттық. Бізге координатор керек болды, капитан ретінде мотивация беретін балдар. Сосын Экста жеңді тарттық. Осы 2 ай болды ғой, 4 ай ма? 2-3 ай көлемінде жиналдыңдар да, 2-3 ай бұрын. Осы лига басыларын алдында, короче. Аха. Так, онда екінші сұрақ, ойыншылар туралы мәлімет, ақпарат, яғни кім қайдан болады, нешедесіңдер, өздерің туралы айтып өтіңдер бір-бірден. Так, менің ойындағы нигім Экстази, ал атым Нағым болады. Мен Қызылорда облысында туылғам, и сол жақта тұрам, 2002 жылғымын. Сол жақта Қорқыт дейтін университет бар, сол жақта оқимын, 2-ші курс. Менің ойындағы негім Лука, атым Расул, Атырау қаласында тұрам, 14 жастам, Атырау облыстықтарында балаларға арналған гимназияның 9 сынып оқушысымын. Менің негім Ньюсала, есімім Саламат, 15 жастам, Ақтөбе қаласында туылғам. Ақтөбе қаласы Қандыағаш деген жерде 1-ші мектебінде оқимын. Аха. 4-ші ойыншыларын? 4-ші ойыншымыз Мела, капитан. Нью Мела, есімі Муслим Орынбасар, жасы 16-та, Жаңаөзен қаласында 11-ші сынып оқушысы. Аха. Так, 3-ші сұрақ, қандай девайспен ойнайсыңдар? Өздерінің соткаларында айтып өтсеңдер. Мен Экстази iPhone 11 мен ойнаймын. Мен Лука, iPhone SE 2020 телефонмен ойнаймын. Мен Слава, Redmi 9 Pro мен ойнаймын. Ал Мела капитанымыз болса, ол Redmi 8 Pro мен ойнайды. Note 8 Pro. Аха. 4-ші сұрақ, командадағы ойыншылардың рөлдері қандай? Кім АВМшік деген сияқты ғой? Бізде Мела капитанымыз ол 2 АВМ, яғни барет тапса 2 баретпен ойнайды. Ал Экстази қалай рашқа кіруді, координатор қаяққа позиция ұстаймыз, соны айтады. Ал Нука екеуміз рашқа барамыз, Мела артымыздан прикрывать етіп тұрады. Мен гранатометчикпін. Гранатометчикпін, мен Нука сосын. 5-ші сұрақ, осы лигаға өттіңдер, гранд финалға дейін бардыңдар. Қалай жалпы, қобалжу болды ма? Әрине, бірінші лига болғасын қобалжу болады. Болмайды емес. Ең басында көптеген қиындық болды, базар жоқ, айтайын, көптеген қиындық болды, бірақ Соған қарамастан. соларды жеңе білдік. Аха. Бізде еще команда құрылғаны көп болмады, сосын Экстази Мела 11-ші класс Экстази жұмыста тек тупликқа түнде ғана барамыз, оның өзінде 2 турик ойнаймыз. Команда ашылғанына 2 ай, олай үйренісіп. Бірақ Экстазида опыт бар, бізге бәрін айтып өтті, түсіндірді қалай болады, ертең осылай бәрін айтып өтті, соны біз істедік. Солай гранд финалға дейін жеттік. Аха, керемет. Так, 6-ші сұрақ, бізде қандай тактикамен ойнайсыңдар жалпы турнирді, и осы Pro Ligada гранд финалдарда қандай тактикамен ойнадыңдар? Біздің тактикаға келгенде
eSports орикпен қарағанда бірдей десек болады, пассивный ойнаймыз. Өйткені қазіргі point киллға дым бермейді мысалы. Топқа ойнаймыз. Келіп, мысалы, зона чекалканы күтіп, зонаны қарап, зонаның ортасына барып, позиция алуды. По позициям. Всё. Өйткені ол жақта рашқа шықсаң, сен бәрібір тым істемейсің. Центрға бәрі таласады ғой зонаға. Дұрыс. Зонаның соңында өзі киллдің өзі келеді. Нема 10 киломен шығасың ғой, если позицияң дұрыс, ыңғайлы болса, лутың болса дейсің бе? Лутың болса. Киллдің өзі ақ келеді. Соңғы зонада қарап. Так, 7-ші сұрақ. Жалпы осы Pro Liga Grand Final турнирларында общий қанша ақша ұттыңдар? Сол туралы айтып өтсеңдер. 1.500.000. Общийде. 3,5 доллар. Аха, сіздер 5-ші орын алдыңдар. Осы ұтқан ақшаларға не аласыңдар? Жалпы қандай план? Мен экстаде әлі ойлаған жоқпын не алатынымды да, енді көрем алдағы уақытта. Мен бір где-то 30-40 мың алам өзіме. Қалғандарын үйдегілерге берем. Там типа үйге мебель анау. Бізде Меламен, яғни Саламен, сосын Мела, короче, Дәни деген игрок, 5-ші игрок, сол үшеуміз сотка аламыз, телефон, iPhone. Қандай? Бір iPhone. iPhone 11 де отыр. Все. Так, 9-ші сұрақ. Жаңадан бастап келе жатқан ойыншыларға қандай кеңес бересіңдер? Ақылдарын. Так, олар бір состав жинап, бір локацияға өздеріне локация таңдап, әр картадан, соған дейін дайындау, әр турнирге қатысу, сынып қалмау, бір слеп болса шығып кетпеу дегендей ғой. До конца дейсің ғой? До конца. Қазақ төлі көп бармау керек шығады. Армен сол орыстарға барса опыты молынан жинайды. Турнир көбірек ойнау керек. До конца бірге болып, түсінісіп, сыйғырыныз көбейеді сол ойынан. Сыйғырынысты көбейту керек дейсің да? Бастапта бала өрік сосын слив болса командасын басып отыратын, нормально деп шанды. Дизморал болмау керек дейсің да? Любой команда дизморал болса уже сынады. Лигаға дейін, лигада уже сынып қалса, қалған каткалары уже слив болады дальше. Бірінші каткадан бастап уже жынданы бастаса команда бұзылады, ойындар жүрмейді. Бірбемен қырылысып кетеді. Сөзбен. Солай. Бір адамды табу керек басып отыратын команда. Так, осындай кеңес беріп жатыр біздің New Legends'тің ойыншылары. Так что осыны жасасаңдар болады. 10-ші сұрақ. Осындай дәрежеге жетеміз деп ойладыңдар ма? Гранд финалға дейін барамыз деп жалпы ойладыңдар ма? Ана открытый квалификация болды ғой, комнатада ойнайтын. Сол кезде ойлап оттық, ары қарай өтсек біз алып кетеміз деп смелый ше, жалғастырып кетеміз, өтеміз. Бірақ біз өтпей қалдық. Үшінші соңғы несінде өтпей қалғандығымыз біз 4-ші орын алып қалдық. eSports жолын берді ғой бізге. Біздің алдымыздағы Аура деген команда бан алып кетті, короче, олар дұрыс тіркелмеген бірінде бітеген оған турикқа. Сосын бізді 4-ші орын, енді 3-ші орынға өтеміз ғой, бізді өткізіп жіберді сонымен. Осыны біз уже не істедік, ойға ұстадық, біз қателік жасамауымыз керек деген шанс берді тағы да. Шанс берді бізге. Дұрыс пайдаланып білу керек деп. Дальше мақсат қойып, ары қарай ұмтылдық. Керемет. Бізде ойын өзгерді ғой, турикқа бара бердік, короче, балдар деген уже желание деген ашылды да бізде сол кезде лига өттіңдер деген кезде. Активно ойнай бастадыңдар да турнирді там. Біз турикқа бардық, так дайындалдық, ойықтанып, солай дальше. Дұрыс. Осымен сұрақтар аяқталды. Сендерге рахмет. Алдағы уақытта сәттілік тілеймін. Келесі Pro Liga тағы да басқа турнирларға қатысып, осындай ойын көрсетіп, команда шашылып кетпесін. Турнирларға дайындалып жүріңіздер. Все, осымен біздің сұхбатымыз аяқталды. Рахмет келгендеріңізге. Сау болыңыздар, достар. Жақсы, сау болыңыздар. Рахмет саған да.